нәрсемен жейсіңдер. Қазақтар негізі бешбармақты қазы және жылқының етімен, жылқының қазысымен жейді. Сендерге соны көрсетемін қазір. Қазыны турағаннан бастап, еті турағандай жегеннің бәрін көрсетемін. Қазақтың бешбармағын қалай жеу керек және оны қалай дайындайды, соны көрсетеміз. Мынау қазы, таза қазы, қабырғаның еті мен майы. Қараңыздар. Тұздығы бар еще. Пиязбен жасалды тұздығы. Міне. Тұздығы міне. Еті. Қабырғасымен. Ал кеттік. Бешбармақты қалай жеу керекін көрсетейін мен сендерге. Мына бешбармақ. Картошка. Тұздық мына пияз. Жылқының майына піскен бешбармақ өте дәмді болды. Пияз. Пиязды қара. Тіріде жеймін. Туылмай. Мынау қазы. И бешбармақтың сорпасы. Қазының сорпасы өте дәмді. Ет қамырдың ішінде. Сорпасы еттің.